Азаматтардың бостандығы мен құқығының сақталуы кез келген демократиялық қоғамның басты мақсаты. Қазақстанда елдегі адам құқықтарының сақталуына үлкен мән беріп келеді. Қазіргі таңда еліміздің Әділет министрлігі заң шығару жұмысымен қатар, ол заңдардың мемлекетіміздің әрбір азаматына түсінікті болуын және құқықтық үгіт-насихат жұмыстарын жүргізумен айналысып келеді. Осыған байланысты ел үкіметі халықтың құқықтық сауатын көтеруге орай көптеген жұмыстар атқарып жатыр. Елбасының мақұлдауымен 2009-2012 жылдардағы адам құқығы жөніндегі ұлттық жоспар бекітілген. Бұл Орта Азияда тұңғыш қолға алынған ауқымды құжат. Сондай-ақ Әділет министрлігінің мұрындық болуымен көп жерлерде ақпарат алуға мүмкіндік беретін құралдар қойылған. Сонымен қатар заң шығару жұмысымен адам құқықтары жөніндегі іс-шаралардың интернет қоры да бар. Алдағы уақытта ғаламтор арқылы азаматтардың құқықтық білімін арттыруға бағытталған жұмыстарды жүргізуді жалғастыра беретін боламыз. Әділет министрлігінің талдау және құқықтық саясат департаменті қазіргі таңда министрліктің жасап жатқан барлық жоспарлы жұмыстары мен азаматтардың құқықтық сауатының артуына және халық арасындағы насихат жұмыстарының жүйелі жүргізілуіне өз үлестерін қосуда. Демократиялық мемлекет құру үшін оны біздің заңдылықтар дұрыс насихаттауымыз керек, халыққа дұрыс жеткізе білуіміз керек. Сонда ғана әлгі құқықтық демократиялық мемлекет орната аламыз. Өзіңіз білесіздер, 20 жыл егеменді алғаннан бері бізде бірнеше осы бағдарлама қабылданды. 2002-2005 жылдары, 2005-2009 жылдары, міне биыл 11 жылы осы құқықтық бағдарлама өзінің жұмысын аяқтайды 11 жылдары. Бұл жайында біз өте көп жұмыстар жүргіздік. Өздеріңіз білесіздер, Әділет министрлігі ақыл кеңес береді деген біздің жылдық біздің бағдарламамыз бар. Ол жайында біз ай сайын осы Нұр Отанда қабылдау өткіземіз, ашық есіктер өткізіп жатырмыз. Жергілікті департаменттерде ашық есік күндері бар. Сол арқылы халыққа тек қана өздерінің құқықтарын емес, оларға мынау бүгінгі болып жатқан заңдылықты насихаттау, осы жайында бір жұмыстар жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар үгіт-насихат жұмысы мен құқықтық сауатты көтеру бағдарламаларын іске асыру барлық ведомстволарға тең міндет. Осы мақсатта барлығының жұмысын ортаға сап, талқылап, зерттеп, зерделейтін үйлестіру кеңесі де осы Әділет министрлігінің мұрындық болуымен болатын шаруа. Заңмен айналысатын әрбір министрліктің ұйымдарының біз соны басшылық ету үшін де біз координационный совет деген біз құрғанбыз. Бүгін 3-ші отырысы өтті. 3-ші отырыста мониторинг жөнінде өтіп отыр. Оның сол барлық жағдайларды жеткізу үшін ондай тапсырма осының мақсаты сол. Координационный советтің алдына қойған жұмыстары, оны қойған мақсаты сондай. Неге десеңіз, әрбір мына өзгерістер қандай немен нәтижесімен жүретін, қандай заңның оның ертең қолданысқа қалай баратын бәрін жағдайын, ол жүктелген әрбір неге қолданысқа заң жобасын заңды қолданысқа алған әрбір мекеменің несінде жұмысына кіріп жатыр. Соның бәрін ұйымдастырып, оны қандай жолмен өткізетін, күнделікпен мына жұмысты ретімен көрсету керек. Ертең мына заң былай шыққанда ешкімге түсініксіз, оны дұрыстап жұртқа түсіндіру. Құқықтық насихаттау бағдарламаларын жүзеге асырып, халықтың құқықтық сауатын көтеру заңның мақсаты мен түпкі нәтижесін халыққа жеткізу жұмыстары Әділет министрлігінің басым бағыттарының бірі. Бүгінгі үгіт-насихат жұмысы осы заңның құқықтарын әрі насихаттау, әр адамның өзінің құқығын насихаттау, Әділет министрлігінің бірден-бір бүгінгі міндеттерінің бірі осы бізге жатады. Сондықтан тағы айта кететініміз, бізде орталықтан кеңес құрылған. Осы кеңесте бүкіл мемлекеттік мекемелердің осы жаңағы құқық саласында істеп жүрген азаматтарын жинап, олардың бастарын қосып, әрі қарай насихаттау жұмыстарын соларға ақыл кеңес беріп отыратын бірден-бір бізде бірлескен кеңес біздің Әділет министрлігінде. Ол жүктелген әрбір неге қолданысқа заң жобасын заңды қолданысқа алған әрбір мекеменің несінде жұмысына кіріп жатыр. Соның бәрін ұйымдастырып, оны қандай жолмен өткізетін, күнделікпен мына жұмысты ретімен көрсету керек. Ертең мына заң былай шыққанда ешкімге түсініксіз, оны дұрыстап
жұртқа түсіндіру, оны қолданыста қандай нәтиже, оған өмірде қандай қажеттілігі, осы жұмыс күндегілік жұмыс. Ол күндегілік жұмыс, әділет министрлігінің алдында қойып тұрған нәрсе. Біз ол жағдай жұмыста әрбір біздің жұмыскердің алдына қойған тапсырма. Ол бұқаралық ақпарат болсын, әлде біздің өзіміздің жергілікті ұйымдар арқылы, акиматтың нелерімен біргесіп, соның бәрін біз жеткізуге тиістіміз. Сол жөнінде үлкен жұмыс, өзіміздің жоспарларымыз бар, сол жөнінде істеп жатқан жағдай. Жаңа қорған біздің отырмыз, оның көк жұмысының қақ жартысы сол насихаттау, сол бүкіл мемлекеттік ұйымдардың өздеріне жеткізу, олар арқылы сосын барып жұртқа жеткізу, онсын барып оның әрмен дұрыс қолданыстағы нәтижесін жеткізу, көрсету, ол әрбір біздің жұмыскердің несі алдына қойған тапсырма. Қазақстан Республикасында енді сіз үшін Әділет министрлігінің құқықтық ақпараттық қызметі жұмыс істейді. Егер сізге тегін құқықтық көмек қажет болса, бізге хабарласыңыз. Біз сіздерге мемлекеттік органдардың уәкілеттіктері мен қызметтері барлық жұмыс түрлерін лицензиялау тәртібі туралы кеңес береміз және заңнама нормаларын түсіндіреміз. Қазақстанның кез келген облыс орталығынан бірыңғай телефон нөміріне тегін хабарласасыз. Құқықтық ақпараттық қызмет, біз көмектесуге дайынбыз. Қазіргі таңда министрлік мамандары ең бірінші басшыларының тұрақты түрде Нұр Отанмен бірігіп қоғамдық қабылдаулар өткізіп тұрады. Ол жерде азаматтардың барлық сұрақтары қаралады. Сондай-ақ мектеп оқушылары мен мұғалімдеріне де тұрақты түрде құқықтық кеңестер мен көмектер көрсетіледі. Сонымен қатар үкіметтік емес ұйымдармен де байланыс орнатылған. Олардың да пікірі мен тілектерін министрлік ескеріп отырады. Біз қол жетпеген жағдайда, мысалы, кейбір ұйымдардың, кейбір азаматтардың тікелей телефондар арқылы бар. Біз солар арқылы кеңес беріп жатырмыз. Сосын тағы бір айта кететін жағдай, мынау жеке мемлекеттік емес ұйымдармен біз қарым-қатынас жұмыс істеп жатырмыз. Соның бір несі өткен жолы өздеріңіз білесіздер, дөңгелек үстел өткіздік. Онда Әділет министрлігі басқа мемлекеттік ұйымдармен емес, азаматтық ұйымдармен дөңгелек үстелде қандай мәселелер туындап жатыр. Біз солар арқылы бүгінгі заңдағы олқылықтар, тек қана оларға үгіт насихат бермей, бүгінгі заң саласындағы қандай олқылықтар бар, олар қарай жетілдіру керек. Осы жайында көп ақыл кеңестер аламыз. Сондықтан біздің бірден бір былтырғы Әділет министрінің бұйрығымен құрылған бізде бір бірлескен кеңес бар. Жергілікті үкімет емес ұйымдармен, азаматтармен солардың бәрін шақырып, осында ақыл кеңес сұрап тұрамыз олардан. Тағы бір айта кетері, министрліктің сайтыда көптің назарында ең соңғы жаңалықтар мен барлық қажетті ақпарат осы жерде топтастырылған. Ал министрліктің жеке блогына азаматтар өз сұрағы мен өтініштерін еш қиналмай жібере алады. Бұл кері байланыстың айқын көрінісі. Сондай-ақ қазір министрлік сайтының жаңартылған нұсқасы да іске қосылғалы жатыр. Талқылаудың алдында, оны шығару үшін, оны талқылаудың алдында біз оны шығарамыз өзіміздің интернет порталға. Әлде біз дөңгелек үстел болсын, оған қатысты мемлекеттің ұйымына кірмейтін, құрамына кірмейтін ұйымдармен, халықаралық ұйымдар бар, сол жағында зерттеп жүргізген. Соның бәрін басын қосып, біз соның бәрін ең бірінші талқылап алып, өмірлікте ондай реттеу керек пе, жоқ па мұндай қарым-қатынас. Оның әрмен қарай қандай әсерін тигізетін, соның бәрін біз жеткізуге тиістіміз. Оны жеткізу үшін біз әртүрлі өзіміздің саламыздағы өзіміздің мүмкіншіліктеріміз бар. Бұқар ақпарат болсын, интернет болсын, сіздер арқылы, телевидение арқылы біз жеткіземіз маңызды жағдайларды, газетте шығарып, оны түсіндіруге жағдайын жасап отырамыз. Әрбір азаматтардың оларға мүгедектер болсын, солардың ұйымдарына жеткізуіміз керек. Ол негізі болсын. Әлде әскери жағдай болсын, әлде құқық қорғау органдары, соның әр жұмысының оның әдісін табуы керек. Соның қажеттілігін көрсету керек. Оның ертең жұртқа, қоғамға қандай әсерін тигізетін, соны бәрін айтуға тиістіміз. Ол жұмыс біз өткізіп жатырмыз, сондай жұмыста. Ол әртүрлі жаңа айтып отырмыз жиындар болсын, әртүрлі біздің әдейі шығып, ондай нәрсемен әдейі аудиторияға түсіндіретін жағдайлармен, соның бәрін біз пайдаланамыз. Соңғы кездері Әділет министрлігі заңдарға мониторинг жұмысын жүргізуді қолға ала бастады. Мониторинг бірінші кезекте шығып жатқан заңдар мен нормативтік құқықтық актілердің қаншалықты нәтиже бергендігін және ол заңдардың көмегімен қаншалықты ведомстволардың жұмысын жүргізе білгендігін бағалау үшін керек. Бұл бірінші кезекте халық игілігіне жасалып жатқан жұмыстардың шын мәнісінде нәтижелі болуын қадағалайтын және соның кепілі болатын жұмыс. Сол себепті де мониторинг жұмысында
халықтың алдындағы заң шығару жұмысындағы белгілі бір есеп десек те болады. Олар әрбір несінде қолданыстағы мүмкіншіліктері оған заң береді. Мүмкіншіліктің несін пайдалану үшін олар үкіметтің алдында үкіметтің несінің құқығы бойынша үкіметтің қаулысы шығады. Сол қаулысы бойынша, заң бойынша министр өзінің бұйрығымен әртүрлі жұмысты ұйымдастырады. Сонда саланың жеткені, сол ауыл шаруашылыққа айтайық, қандай неге нәтижеге жеткендігі, оның үлесі қандай, соның бәрі сонда көрініп тұрады.